Good day, children. I'm glad to see you. Okay, let's start our lesson. We started the model 8 and it's a food and drink, the theme of our lesson, action and protest. And let's start. The aims. Use imagination to express thought, ideas, expressions, and feelings. Use new specific vocabulary and work them. It's our aims. Yani biz food және drink тақырыбында жаңа сөздерді қайталаймыз, үйренеміз, солармен жұмыс жасаймыз. I prepare for you some vocabulary like this. Some of them you know. And some new words I prepare for you. You can watch a video in the YouTube. Мен сіздерге жаңа сөздерді, кейбір сөздерді сіздер білесіздер. Сонымен қатар жаңа сөздерді дайындадым. Яғни бұны сіздер YouTube'дан мына ссылка арқылы көре аласыздар. Welcome to Kids Pages. Let's learn food vocabulary. Breakfast. Honey and toast. Honey and toast.
I like, I don't like. Bottle, cartoon, box, packet, loaf, bar, jar, kilo, piece. Көріп тұрғандай, бұл бізде саналмайтын зат есімдерді санау үшін арналған бөлшектер. Яғни бутылкамен санаймыз, қорапшамен санаймыз, әртүрлі килограммен, бөлшекпен санаймыз. Екінші бағанда the next it's our uncountable nouns: milk, jar, cake, potatoes, chocolate, biscuits, sugar, like this, bread. Сіздер біріншіден бұны сәйкестендіресіздер, кейін маған I like, I don't like сөйлемнің басымен сөйлемдер құрайсыздар. Next, the task with you should use students' books, page exercise 2, page 87. Which of fruits and drinks in the picture would you eat, drink for breakfast, lunch, dinner, and snack, dessert? Мұндағы 5 бағанға жаңа сөздердің қайсын бөлесіздер? Таңғы ас, түскі ас, кешкі ас, тағы. Келесі тапсырма. The next task. It also you should use students' books, exercise 2, page 87. Which of the food drinks do you like eating, drinking, and why? Сіздерге жаңа сөздер берілген, яғни бұлар сын есімдер. Көріп тұрғандай tasty, healthy, delicious, light, filling, nourishing. I like eating fresh fruit because it's healthy. Мен жеміс-жидектерді жегенді ұнатамын, өйткені ол денсаулыққа пайдалы. Яғни сіздер сөздік қорларыңызды көбейту үшін мен сонымен қатар тағы да мынадай сөздерді дайындап келдім. Сіздер осы сөздердің мағыналарына қарай маған бірнеше сөйлемдер жазуларыңыз керексіздер. Яғни әр жаңа сөзге бір сөйлем. Үй жұмыстарыңыз. Your home task. Resource, students' books, exercise 1, page 88. You have to read about festival food calendar and be ready to answer the question about it. Яғни сіздер оқисыздар, келесі сабақта осыған байланысты сұрақтарға жауап беруге дайын болыңыздар. Кері байланысты маған менің ұялы телефоныма немесе менің почтама жібере аласыздар. Барлық үй жұмысы тапсырмаларды орындауларыңызбен барлығында